Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Карбоза Мейрамгүл Тияқызы. Мен осы Қостанай облысы Қарасу ауданы Ключевой орта мектебінде қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі болып жұмыс атқарамын. Мен сіздерге ұсынып отырған сабағым бұл 10-шы сыныпта әдебиет сабағы. Осы әдебиет сабағында біз оқушылармен жаңа тақырыпты меңгеру барысында біз топтық жұмыстарды, сонымен қатар оқушының өздігінен білім алуын, жетілдіруін, әртүрлі қыр-сырын көрсете отырып сабақ жүргіземіз. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Біз бүгінгі әдебиет сабағымызды Қадыр Мырза Әлидің «Өз елім» деп аталатын әнімен бастамақшымыз. Балалар біз екі топ болып жұмыс жасаймыз. Ол үшін біз мына жерден жұмысшыларды алайық, таңдап. Бізде жасыл және қызыл жұлдызша. Қызыл жұлдызшалар бір топ боламыз. Жасыл бір топ боламыз. Бар, орнымызға барып жайғасайық. Оқушылар, келесі біз сабағымызды ары жалғастыру үшін бізге ең бірінші біз білімімізді әрбір деңгейлерімізді анықтау үшін бізде бағалау парақшалары бар. Осы бағалау парақшаларына өз-өздерін бағалайсыздар және біз топты бағалаймыз. Осы парақшаларға қоясыздар және біз сабақтың соңында инсерт әдісі бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Ал енді қазір біз алдын-ала ойымызды шоғырлау мақсатында ширату жаттығуына кезек береміз. Ол үшін біз бүгінгі сабағымызға қатысты мақал мәтелдерді жалғастыра көрейік. Жақсы ма? Тақтаға қараймыз. Туған жердей жер болмас, туған жердей ел болмас. Екінші топ. Туған жердің күні де жасыл жұлдыздың тобы. Ер туған жерде, ит тойған жерде. Келесі, кісі елінде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол. Ата-ананың қадірін бала болғандар білесің. Ағайынның қадірін жалғандар білесің. Жақсы, дұрыс. Отан, отансыз адам, әркімнің өз жері Мысыр шаһары. Туған жердің қадірін шетте жүрсең білерсің. Балалар, сонымен біз ең бірінші жаңа тақырыпты өтпей тұрып, біз алдыңғы білімге еске түсіріп кетейік. Біздің өткен сабағымызда қандай шығармамен танысып едік біз? Айгүл Кемелбаеваның «Шаштан бес». Шаштан бесімен. Ендеше біз қаншалықты біз оны меңгердік, оны біз кезбе тілші деген әдіс арқылы жүзеге асырамыз. Ол үшін бізге әрбір топтан бір кезбе тілші шығу керек, және олар өздерінің сұрақтарын алдыла алып келген сұрақтарын қою керек. Жақсы ма? Енді бірінші топта бізде Диана кезбе тілші болады, алдыға біздің топта Жәнібек кезбе тілші болады. Жақсы, сұрақтарымызды қояйық. Біз өткен сабақта Айгүл Кемелбаеваның «Шаштан бесін» өткен болатынбыз, және де сол тақырып бойынша менде бірнеше сұрақтар бар, қоюға болады. Иә. Бірінші сұрақ, «Шаштан бес» әңгімесіндегі кейіпкерлердің қандай қасиеттерін байқадыңыздар, бағалайсыздар және? Мысалға болса, Тасқұл ата ол өте текті кісі,
және де кенжебекке құмнан қашуға көмектеседі. Ал кенжебек келетін болсақ, ол өзінің бала болғанына қарамастан өз жасына өте ерте дамыған бала, өте қайсар және өжетті бала. Өте жақсы. Және де келесі сұрақ, Айгүл Кемелбаеваның бұл әңгімесі не себептен шашты деп аталды? Кенжебек бір жыл құдықта жүрген кезде оның шашы өсіп кетіп, еліне жеткен кезде иығынан шашы асқан болады. Сол себепті анасы оны шашты деп атап кетеді. Сұрақ жауабымызды бастамас бұрын алдымен Айгүл Кемелбаева туралы қысқаша мәлімет беріп кетсек. Айгүл Кемелбаева 1965 жылы 21 наурызда Шығыс Қазақстан облысында Абай ауданында Құндызды ауылында дүниеге келген. Айгүл Кемелбаеваның 240-тан астам әдебиеттану эссе және аудармалары жарық көрген. Осының бірі Шашты әңгіме шығармасы. Өте жақсы, рахмет. Шашты әңгімесіндегі қай кейіпкер сізге ұнады және де неліктен? Шашты әңгімесінде өте қызықты кейіпкерлер, менің ойымша екеу, ол Кенжебек және Тасқұл. Маған соның ішінде Тасқұл ұнады, себебі ол өзінің тектілігін және адамгершілік қасиеттерін барынша көрсетеді. Рахмет. Айгүл Кемелбаева әңгімесін не мақсатпен жазды және де оның идеясы қандай? Айгүл Кемелбаеваның Шашты әңгімесінің негізгі идеясы адам баласының жеке өміріне, құқығына нұқсан келтірмей, адам баласын өз баласындай көру керек. Өте жақсы. Біз әдебиет сабағында бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз Оразақын Асқардың шетте жүрген бауырластарға деген өлеңімен танысамыз. Алдымен біз осы Оразақын Асқар туралы деректі фильмді қарап, ол кісімен жақын танысып алайық. Ол кісінің қаншалықты бұл өмірде қандай шығармалар қалдырды, қандай мұра қалдырды, жақынырақ танысу үшін біз мына бір бейне сюжетті тамашалайық. Соның жеңілді қарақтар қысымға көрмей, 30 жылда Қытайға өтіп кетті. Мен таранамын, жатады дала бір жұпар бүркіп, қызығып кезгенімде араларын, қырында қырудан шаршамаймын, төрлі өттеп толқып айта барсамайдың, саумал көл сайын дала құшағында, өзімді ең бақытты жан санаймын. Тыңдайтын, сол тыңдайтын ол жаттырып қыс кезінде мал жайғастырып болғанмен біреуі жинағып алып көмірге етеді. Сол пәлен естекті көп біледі сол. Фильмнен сіздер қандай әсер алдыңыздар? Ол кісіні өзің бұрындар біліп жүріп педіңіздер? Ол кісіні танитын бедіңіздер? Осы біздің ақынды? Жоқ. Оразақын. Қандай әсер қалдырды сіздерге? Жақсы әсер қалдырды, және де осы кісінің айтқан әңгімелерінен, даусынан өте мейірімді адам болғаны көрініп тұр. Жақсы, енді біз бүгінгі сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Ол үшін бізде 2 топ болып жұмыс жасаймыз. Бізде қазір топқа байланысты мұнда 2 тапсырма бар. Сіздер тапсырманы таңдаңыздар. Тапсырманы таңдаймыз. Енді осы тапсырманы ашып оқиыңызда кәнеке айтайық. Бізде қандай тапсырма соның бірінші топ? Оразақынның. Бізде Оразақын Асқар атамыздың шетте жүрген бауырларға өлеңінің мазмұнына талдау жасау. Талдау жасау. Жақсы. Бізде өмірбаянын қарастыру, ол кісі туралы деректерді жазу. Жақсы, сіздерге 7-10 минут уақыт беріледі. Осы 10 минут уақыттың ішінде сіздер ақпаратты жинастырып, ортаға салуға дайын болыңыздар. Іске сәт. Жақсы, ендеше біз Оразақын Асқардың өмірі жайында деректерге кезек берейік. Жақсы ма? Топ тыңдайсыз? Топ дайынбыз ба? Жақсы. Кәнеке бастайық. Оразақын Асқардың әкесі Асқар, ол Жаркент отбасы Жаркент қаласында тұрған, және 30 жылдар аштық заманда Қытайға қудаланғанда Қытайда Оразақын туылған. Оразақынның әкесі домбырамен көптеген батыр жырларын айтқанды айтады оған.
өнерлі адам болған, иә? той думандарда батырлар жырларын айтып отырған. Және Ораза ақын атамыз 7-ші сынып оқыған кезде әкесі қайтыс болады, сол жылдары оған өте қиын болады. Балалар, енді біз осы ораза кітаптарымызды ашайық. Ораза ақын Асқардың өлеңін мәнерлеп оқып, нақышына келтіріп оқып көрейік. Әр топтан бірнеше бала оқып шығарады. Жақсы, оқи ғой. Шетте жүрген бауырлар. Шетелге кетсеңдер де бауыр басып, құтты орын тепсеңдер де ауырласып. Ата жұрт шақырады тұқымым деп, құшағын байтақталы тауыңдашып. Бөлініп, онда бәрің байлық баққа, тіпті ел болсаңдар да атақтанқа. Бірге ұрпақ барасын жарқын болашаққа, бұрындар көшті атамекен жаққа. Қазағың жетті ежелгі арманына, жағдайдың қарамандар бар жоғына, ілінбеу үшін елдік бірлік керек, ешқашан енді ешкімнің қармағына. Уақытша көрсеңдерде қиыншылық, мың артық күн кешуден қорқып бұғып, қожа боп өз жеріңде, өз еліңде, не жетсін тек жолы соны бұғып. Астында өз аспаның өз туыңның, өз ауа нәрін жұтып өз суыңның, қандас қапы қалма орны бөлек, күнде өз әнұраныңмен боянудың. Мәңге ел сәттері көп елде өтетін, озбыр жоқ сыбағаннан кеде ететін, бәріміз ұйымдасып көркейтейіп, қазақтың бейбіт дербес мемлекетін. Керемет, жақсы. Ораза ақын Асқардың өлеңін мәнерлеп оқып, оның мазмұнын түсініп, талқылап, ол жайында көбірек танысып, ол кісіні жақын танып білдік. Енді біз қазір осы шығарма төңірегінде шығармашылық деңгейде жұмыс жасаймыз. Ол үшін бізде бірінші топ авторға хат жазу болады, ал екінші топ алғыс хат жазамыз. Сіздердің алдарыңызда алғыс хат жазуға және хатты бөлулер жатыр, осы хатты үлгілеріне қарап жазамыз. Жақсы, іске сәт. Балалар, біз өз білімімізді бағалап қояқ, парақшаға кірейік, бағалаймыз, парақшаға бағаламыздар. Бағалаймыз парақшаға. Келесі біздің тапсырмамыз бағаладық па? Жақсы. Енді келесі тапсырма біз осы авторға хат және біз алғыс хат жазған болатынбыз. Қазір әр топтан бір бала оқып шықсын. Мөлдір оқы ғой. Авторға хат. Сәлеметсіз бе, құрметті Ораза ақын Асқар ата. Мен сізде керемет, жаңашыл ақынмен жақын танысқаныма өзімді бақытты сезінемін. Өзіңіз бұл өмірде болмасаңыз да, артыңызда қалған шығармашылық мұраңыз мәңгі жасамақ. Сіздің ерекше қызыққа толы, таңғаларлықтай өмір деректеріңіз жүрегімізден орын ала білді. Сіздің шығармашылығыңыздың тілі өзіңіз сияқты қарапайым, кең, жайдарлы. Әсіресе туған жер, атамекен, махаббат жайлы шығармаларыңызды сүйіп оқып жүрміз. Сіз қазақ халқының жүрегінде мәңгі орын алдыңыз. Керемет, жақсы. Келесі топ. Ораза ақын Асқар атамызға алғыс хат. Құрметті Ораза ақын ата, сіздің қазақ әдебиетіне, халқымыздың өнеріне қосқан үлесіңіз шексіз. Сол үшін сізге деген алғысымызды білдіреміз. Сіздің қазақ балалары үшін, ұрпақ үшін, барлық оқырмандарға арнаған шығармаларыңыз біздің жүрегімізде ерекше орын алады. Сіздің өмір жолыңыз бізге мәңгі үлгі болып қалмақ. Туған жерімізге арнап жазған өлең жолдарыңыз менің жүрегімдегі отаныма деген махаббатымды күшейте түсті. Сіздей жан-жақты адам қазақта туылғанын біз мақтан тұтамыз, және де жарияға жар салып мақтанып айтамыз. Жақсы. Сонымен балалар, бүгінгі біз жазған хатымызды, шығармашылық жұмысымызды бағалап қояйық. Бағалап қойыңыздар. Бағалау парақшаларымызға бағалап қоямыз. Біздің сабағымыз аяғына таяды. Осы Ораза ақын Асқардың шығармасы арқылы, ол кісінің өмірі арқылы сіздер қандай ой түйдіңіздер, бір ауыз сөзбен ой түйіп бүгінгі сабағымыз. Бүгінгі сабақта біз бүгін осы қазақ халқының мендей ақыны барын білдік. Ораза ақын Асқар ағамыз. Ораза ақын Асқар ағамыз қазақтың мақтанышы деп айтуға да болады. Ол туралы біз көптеген мәліметтер алдық.
Ол кісі өте патриот кісі. Иә, жақсы. Келесі кім айтады? Және бұл Ораз ақын Асқар атамыздың шетте жүрген бауырларға өлеңінен өз елімізге деген шақырған үндеуі маған патриоттық сезім берді, және мен сол шетелдегі бауырларымызды шақырғым келеді. Жақсы. Енді осындай ойларыңызбен мына жерде сіздерге кесте берілген, инсерт кестесі, осы кестені толтырамыз. Бүгінгі сабақ бойынша білетінім мен үшін жаңалық, мені таң қалдырады. Не таң қалдырды бүгінгі сабақ бойынша жазып шығамыз, толтырамыз.